Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі баспасөз конференциясында Шымкент қаласында 2023 жылға арналған қалалық жайлы ортаны дамыту саласындағы атқарылған жұмыстар мен жетістіктер және 2024 жылға арналған жоспарлар туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі медиа алаңымыздың қонағы Оңғар Әбілхайыр Бақытқалиұлы, Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының басшысы. Әбілхайыр Бақытқалиұлы, сөз өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Саламатсыздар ма, әріптестер? Саламатсыздар ма, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері? Жалпы 2023 жылы Шымкент қаласы қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы тарапынан атқарылған жұмыстар және де 2024 жылға атқарылатын жұмыстардың жоспары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Жалпы жайлы ортаны дамыту басқармасы Шымкент қаласының аумағындағы көгалдандыру, санитарлық тазалық жұмыстары, ирригациялық жүйелер, карьерлер, жалпы экологиялық жағдайларға қатысты жұмыстарды жүзеге асырады, мемлекеттік функцияларды жүзеге асырады. Жалпы 2023 жылы өздеріңізге белгілі күзгі маусымда біз Шымкент қаласы аумағында 51 мыңнан аса жапырақты және де 10 мыңға жуық қылқан жапырақты ағаш көшеттерін отырғыздық. Бұл ағаш көшеттерін отырғызу барысында жалпы біздің Шымкент қаласы әкімінің тапсырмасына сәйкес қалада жалпы жапырақты ағаш көшеттерін егуге басымдылық беріліп отыр. Аталған жұмыстар 2024 жылы да одан әрі өзінің жалғасын табатын болады. Өздеріңіз білесіздер, біздің қаламыздың аты Шым қала. Осы уақытқа дейін қалада ескі қала аумағын қарасаңыздар, шынар, емен ағаштары, қара ағаштар, биік өсетін ағаштар егілген. Сол ағаштарды біз қайтадан қолға алып, осы жұмыстарды одан әрі жүргізетін боламыз. Жалпы Шымкент қаласы аумағында көгалды еккеннен кейін оны суару мәселесі соңғы жылдары назардан тыс қалған болатын. Жалпы суару жүйелері Шымкент қаласының орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған болса, біраз бөлігінде су ұңғымалары қазылған. Бірақ та жеткіліксіз болуына байланысты көп жерлерде жаңадан егілген ағаш көшеттерінің қурауы орын алған. Жалпы 2023 жылы басқарма тарапынан 111 су ұңғымасы қазылып, қаланың орталық көшелері бар, саябақтарымыз бар, сол жерлерге іске қосылып, суару жүйелерімен жұмыс жасап тұр. Бұл әрине толық шешілген мәселе деп айта алмаймыз. Бұл жерде суару жүйесі жоқ жерлерде біз одан әрі автокөліктермен, арнайы автокөліктермен суару жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жалпы осы көгалға байланысты келесі слайдта өздеріңіз көрсеңіздер болады. Біздің Шымкент қаламызда жалпы көгалдың нақты саны жоқ, ағаштардың түрлерінің саны жоқ. Ешқандай есептемелер жүргізілмеген. Ол көп қабатты тұрғын үй ауласында болсын, ол дендропарк, саябақтар, одан бөлек орталық көше аумақтарында ағаш көшеттерінің түрлері, олардың жасы, олардың қандай жағдайда тұрғаны бойынша біз басқармамен 5-6 мемлекеттік жекеше әріптестің көмегімен осы жұмыстарды цифрландыру бойынша біз картаға енгіздік. Бұл жұмыстарға бірнеше ғылыми институттар тартылды. Бұл жерде ағаштың түрі, олардың топырағының құнарлығы және де соңғы жылдарда қылқан жапырақты және жапырақты ағаштардың қандай зиянкестермен ауырып жатқандығы туралы біз осы жерде анықтама справкасын жаздырғыздық. Биылғы жылы өздеріңіз қазір орталық көшелерде, жалпы саябақтарда байқасаңыздар, ағаштарды жалпылама дәрілеу жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Жалпы осы арқылы біз қаладағы ағаштарды цифрландыру арқылы
ағаштардың кесілуін, заңсыз кесіліп кетуін, құрылыс объектілерінде ағаштар рұқсатсыз кесіліп кетуін алдын алуға болады. Бір кәсіпкерлік нысанның алдында тұрған ағашты мен кеспедім деп айта алмайды, өйткені бұл жерде ағаштардың координаттық нүктелері беріліп, ол жерде нақты қандай ағаш түрі екендігіне паспорттау жұмыстары жүргізіледі. Жалпы келесі слайдта қарайтын болсаңыздар, биылғы жылы Шымкент қаламызда ерекше қыс болды деп айтсақ болады. Қар мөлшері біз ойлағаннан көп жауды, бірақ осы коммуналдық мекемелердің көмегімен біз жалпы қаладағы 2022 жылғы жағдайды болдырмау мақсатында барлық мүмкіншіліктерді қолданып, қаланың орталық көшелерін тазалау жұмыстарын жүргіздік. Ол 3 бағытта жұмыстар жүргізіп, жалпы халық тарапынан автокөлік жүргізушілерін, қоғамдық автокөлік жүргізушілер тарапынан біз оң бағасын алып, қыс маусымында жұмыстар жүргіздік. Енді өздеріңіз де көрген боларсыздар, біз тек қана орталық көшелердің қарын тазалап қана қоймай, жалпы әлеуметтік нысандарға, мектептерге, ауруханаларға, сауда үйлеріне, базарларға, сол сияқты басқа да халық көп шоғырланатын аумақтарда біз аяқ жолды да тазалауды ұмыт қалдырған жоқпыз. Ол жұмыстарға мини тракторлар, арнайы жаңағы соңғы заманауи үлгідегі қар күрейтін аппараттармен жұмыс жасадық. Сол сияқты қазіргі таңда біз орталық көшелерді күнделікті, мынау қазір көктем айларында шаң көтерілме мақсатында жуу жұмыстарында қарқынды түрде жүргізудеміз. Жалпы басқарманың жаңа айтып кеткендей, ең біздің мақсатымыз қалада көгалдандыру, санитарлық тазалау жұмыстары. Өздеріңізге белгілі, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясын бастама берген болатын. Бұл акция жалпылама 5 аптаға созылғанымен, бұл бір реттік көзбояушылық емес, бұл жалпы тұрақты түрде жүргізілу керек деп тапсырма берілді. Бұл бағытта біз жалпы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Бірінші апталығы таза өлке апталығы болып, таза өлке апталығында әр аудандарда қыстан қалған қоқыстарды шығару, талдардың түптерін әктеу, орындықтарды сынған барлық мемлекеттік жаңағы парктердегі бөлінген заттарды ретке келтіру бойынша жұмыстарды жүргізіп отырмыз. Бұл жұмыстар жалпы қала әкімінің тікелей бақылауында, сонымен қатар бұл жұмыстарға халық та қазіргі таңда өзінің жоғары белсенділігін танытып, мынау танымал азаматтар, ақын айтыскерлер және де қоғам белсенді азаматтар қатысып жатыр. Және осы тұста мен айтқым келетіні, жалпы Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында тұрғындарды осы акцияға белсенді қатысуға, өзінің тұрып жатқан ауласын таза ұстауға, сонымен қатар өзінің жұмыс істеп жатқан мекемесінің аумағын таза ұстауға, жалпы экологиялық мәдениетті өзімізден бастап қалыптастыруға шақырамын. Бұл акциялар барлық ауданда жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстар жалпы тұрақты түрде бақылауда болатын болады. Сонымен келесі слайдтарға өткізе беріңіз, аудандарға нақты тоқталмай қойын. Біздегі Шымкент қаласында қатты тұрмыстық қалдық полигоны. Қатты тұрмыстық қалдық полигоны 2023 жылдың ақпан айында жайлы орта дамыту басқармасына теңгерімге берілді. Бұл осыған дейін мемлекеттік меншіктен жеке меншікке берілген болатын. Біз сол кезде полигонды алған кезде көмілмеген қоқыстармен жалпы сын көтермейтін жағдайда алдық. Оны Абай ауданындағы Ақжар, Ақтас, Жаңатылап тұрғындары, сол аумақта жақын орналасқан тұрғындар өте жақсы біледі. Өйткені 2022 жылы Ақтас қоқыс полигонында өте ірі көлемдегі өрт орын алған болатын. Сол өрттің
жағымсыз шыққан иісі Түркістан облысының Қазығұрт ауданындағы елді мекендерге, біздің Шымкент қаламыздағы бірнеше елді мекендерге жағымсыз иіс жетіп, осының салдарынан бір халықтың арасында наразылық туындаған. Жалпы 2023 жыл біздің басқармаға алынғалы бері бұл жерде өрт орын алған жоқ. Біз келген қоқыстарды сұрыптау, одан әрі қарай сэндвич әдісімен топырақпен көму жұмыстарын жүргізудеміз. Жалпы негізгі мақсатымыз полигонды болашақта инвесторларға, Қытайдан болмаса басқа да дамыған, осы қоқыс өңдеу саласында дамыған инвесторлармен қазір бірнеше кездесу жұмыстары жүргізілді. Бұл министрліктің және Шымкент қаласының әкімнің тікелей бақылауында қазіргі таңда біз әлеуетті жаңағы инвесторды нақтылау жұмыстарын жүргізудеміз. Бұл жұмыстар Шымкент қаласының тікелей бақылауында болатын болады. Жалпы бірнеше инвестор қызығушылығын білдірді. Көршілес Қытай Республикасынан, Европадан бірнеше инвесторлар өзінің өнімдерін ұсынып жатыр. Біз енді жергілікті атқарушы орган ретінде олардың ұсынысын қарап, орталық атқарушы органмен ол жерде талқыланатын мәселелер бар. Сол мәселелер бойынша біз қазіргі таңда жұмыстар жүргізудеміз. Экология саласы. Жалпы Шымкент қаласының жайлау орта дамыту басқармасында экологиялық рұқсат 3-ші және 4-ші категория дейді, деңгейдегі экологиялық рұқсаттарды беруді жүзеге асырамыз. Және де ол 1-ші, 2-ші үлкен кәсіпорындарға экология департаменті жүзеге асырады. Жалпы біздің басқармаға 2023 жыл 52 өтінім келіп түссе, соның 42-сі қанағаттандырылып, рұқсат берілді. Келесі слайдқа келетін болсақ, келесі слайд бізде каналдар бойынша. Мен жаңа сөздің басында айтып кеткенде, ирригацияға да біздің басқарманың тікелей қатысы бар. 2021 жылдан бері келе жатқан Көк пен Чумчак деген каналымыз бар. Ол каналдардың құрылыс жұмыстарын биыл нақты нүктесін қойып аяқтаймыз. Және де мынау Сасық, БМК деген каналдар 2023 жылы басталды. Құрылыс жұмыстары 2024 жылға өтпелі. БМК каналы өзіміздің дендрологиялық саябаққа тікелей су жеткізетін су көзі болып табылады. 22-де 5 шақырымды құрайтын БМК каналын біз толықтай жөндеу жұмыстарынан өткізіп, қазір жұмыстар 95% аяқталып отыр. Оған қарамастан біз дендра саябаққа 2024 жылдың көктем айында біз алғашқы суымызды жеткізіп, көлімізді толтырып, сол арқылы, көлі арқылы қазіргі таңда дендропарктегі ағаштарды суару жұмыстарын жүргізудеміз. Сасық каналы, ол Жаңаталап, Абай және Тұран аудандарының іргелес аумақтарында орналасқан суармалы жерлерді суландыратын каналдардың бірі болып табылады. Осы канал арқылы жалпы 600-ден 676 гектар суармалы жер осы канал арқылы су алып отырады. Жалпы каналдардың жұмыстары бойынша басқарма тарапынан кестеге сәйкес мердігер мекемелермен жұмыстар жүргізілуде. Енді өздеріңізге белгілі, республикамыздың біраз өңірлерінде су басу орындары алып жатыр. Бізде де ол қауіпті аймақтар бар. Өткен жолы өзіңіз білесіз, Бадам өзенінің жағалауын бекіту жұмыстарын бастаған болатынбыз. Бұл Бадам өзенінің жағалауын Шымкент қаласының аумағы арқылы 45 шақырымнан аса аумақ ағып өтеді. Бұл жерде біз биылғы жылы 9 шақырым аумақты жалпы 160-ға жуық тұрғын үйді су шаюдан алдын алатын боламыз. Бадам өзенінің жағасын кеңейту, арнасын бұру және де қауіпті аумақтарын бетондау жұмыстарын жүргіземіз. Аталған жұмыстарды басқарма тарапынан күнделікті бақылау жұмыстары жүргізіледі. Осы жұмыстарды бас мердігер Толағай 2050 мекемесі жүзеге асырып отыр. Осы тұста айта кетуге болады, мынау Еңбекші ауданына қарасты Елтай тұрғын алабында аспалы көпір болған. Тұрғындар 1980 жылдардың басында
өз күштерімен салған. Осы көпірді қала әкімінің тапсырмасына жаңа өтінішіне сәйкес толағай мекемесі өз қаражаты есебінен халыққа тегін салып берді. Бұл жерде тек қана көпір емес, және көпірге келетін жолмен көпірдің аумағында сол Елтай елді мекенінің тұрғындарына ойын алаңшасын салып беретін болады. Осы жұмыстар біздің жұмыстардың нәтижесі болып табылады. Жалпы келесі слайдымыз біз абаттандыру жұмыстары. Тұрғындардың өтінішіне сәйкес Әл-Фараби ауданы, Сәуле шағын ауданында біз 2,5 гектарды құрайтын Сәуле паркінің құрылысын жүргізудеміз. Бұл парктердің құрылыс жұмыстары 2024 жылдың 1 маусымында аяқталып, тұрғындардың иелігіне беріледі. Бұл жерде өздеріңіз қазір барып көрсеңіздер болады. Жұмыстар 90%-ға аяқталып, сол жердегі көгал, газон дейді ғой, ағаш екпелері және де ойын алаңшалары қазір жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар 2023 жылы басқармамен өздеріңізге белгілі Ордабасы алаңынан Жангелдин көшесіне дейін 1,8 шақырымды құрайтын Қошқарата өзенінің екі жағалау бетін абаттандыру жұмыстарын жүргіздік. Қошқарата жалпы Шымкент қаласының табиғи ескерткіші. Қошқарата өзенінің тарихы бұл Шымкент қаласының қоныстануымен тікелей байланысты, суға байланысты. Енді қазіргі таңда Қошқарата өзені жағалауына өте жақын салынып кеткен үйлер бар. Осы тұрғындар Қошқаратаның құндылығын білместен, Қошқарата өздерінің сарқынды суларын, басқа да қоқыстарын тастау, сол жерде бір жағымсыз жағдай қалыптастыру арқылы Шымкент қаласының басқа да тұрғындарына бір қалалық жайлы ортаны бір жұмыс жасалмай отқанын сияқты көрсетіп отырып, бұл жұмыстар негізге жалпы айтқым келгені осындай табиғи ескерткіштерді, өзен көлдерді күтіп ұстау, олардың тазалығына жауап беру тек қана мемлекеттің міндеті емес. Бұл жалпы тұрғындардың азаматтық позициясы, өзінің әлеуметтік жауапкершілігі болу керек. Бұл жерде жақын жерде орналасқан тұрғындар осы өзен арқылы қаншама тұрғын осыны суын пайдаланып отырғанын түсіну керек. Осы арқылы біз қазір қала әкім тапсырмасына сәйкес абаттандыру жұмыстарын Жангелдинадан Алпысбаевқа дейін жүргізуді біз қазір қолға алып жатырмыз. Осы жерде бізде қазір жоба әзірленетін болады. Бұл жобада біз тек қана аяқ жол, освещение, орналар және де адам отыратын орындықтарды жасайтын боламыз. Біз оған басқа да бір күрделі құрылыс жұмыстарын жүргізіп, табиғи бір келбетін жоғалтпаймыз. Ол табиғи өзінің формасын сақтап қалуға тырысамыз. Жалпы Қошқарата бұл біздің нақты бақылауымызда. Қошқарата өзенінің арнасын тазалау, түбін тазалау биылғы жылы жүзеге асырылатын болады. Жалпы ирригациялық жүйелерге тоқталдым. Жалпы алғанда басқарманың қысқаша жұмыстары осы. Сұрақтарыңыз болатын болса, мен сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Рахмет, Әбілқайыр Бақтығалиұлы. Әріптестер, енді біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Шудин Саидов, микрофон жеткізіп берсеңіздер. Отырар телеарнасы. Оңғар мырза, ассаламу алейкум. По мусорному полигону могли бы сказать, будут ли у нас вообще строить завод? Вот қазір инвестор айттыңыз ғой, это по заводу, по строительству завода вы сказали. И қайда болады ол, вообще в планда бар ма ол нақты? Ол бірінші сұрақ. Потом по паркам, по благоустройству наших парков. И памятники там. Я обращался в Акимат тоже, памятник алашординцам. Там вокруг него ситуация не очень хорошая. Там буквы поменяли, я просил, скидывал фотографии, но можно ли это благоустроить еще больше, еще лучше? Там вы видели ситуацию, вы вообще там ходили? Да. И как там ситуация? Хорошо. И въезд в город Шымкент со стороны Сарыағашского района. Вот эта парковая зона. Что вы там будете делать? Планируете ли вы как-то ее обновлять и вот эту систему капельного полива?
соны айтып берсеңіз, рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы қоқыс полигоны туралы мен жаңа баяндамамда айтып кеттім. 2023 жылдың ақпан айында мемлекеттік меншікке қайта қайтарылды. Жалпы біздің түсінігіміз қазіргі таңда қоқысты алып, көміп, қайтадан оны басқа жерден ауыстыру емес. Біздің жалпы ойымыз, біздің позициямыз осы қоқыс полигон аумағынан қоқыс өңдейтін зауыт құрылысын жүргізу. Бұл жерде ең бастысы бізге инвестор керек. Өз қаражатынан салатын, осы жерде біз қоқысты жеткізіп отырамыз. Сол қоқыс арқылы өзінің жаңағы екінші қайта өңдеу жұмыстарын жүргізетін зауыт салатын боламыз. Бұл жерде қызығушылық танытып отқан инвесторлар бар. Көршілес Қытай мемлекетінен, мынау Европаның бірнеше мемлекеттерінен бізге ұсыныстар келіп түсті. Қазір қала әкімімен бірге осы ұсыныстарды біз инвесторларды өздеріңіз мына қала әкімінің сайтында да жариялануды көрсетіп, біз халыққа ашық баяндап отырмыз. Екінші, мынау Алаш сұрақ, екінші сұрақ, мынау орталық парктегі Алаш ескерткішінің жазуы, Алаш жолы деген жазу. Алаш жолы деген жазудағы Ш әріпін кім екенін білмейміз. Бір азамат біз қоямыз, клейлейміз, барып түсіріп тастайды. Или болмаса алып кетеді. Сондай бір жағдайлар болды. Сіз бірнеше рет оны өзіме жеке жібердіңіз, акиматтың сайтына жібердіңіз. Бұл жерде жоқ, Ш әрпін түсіндім. Иә, түсіндім. Біз барған кезде всегда Ш әрпін алып тастап, алып кетеді. Қалған әріптер түсіп қалса, түсіп қалады ғой. Сол Ш әрпін ұрлап кетеді. Біз енді ол жерде қазір өзіңізде көрдіңіз, темірден жазып, оны түспейтіндей қылып бекітіп қойдық. Алаш жолы деп жазып қойдық. Одан кейін ескерткіштің екі жақ бетіне освещение қойдық. Енді қазір сіз айтып отқан ол жердегі айналасында роза гүлдер егілген. Роза гүлдердің барлығын қазір біз қайта ретке келтіріп, сол жерде реттеп таза ұстайтын боламыз. Бұл жерде тағы да Шудин мырза, мемлекеттік органдар жұмыс жасап жатыр. Өзіңізбен тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Енді тұрғындар ішіп жеген заттарын прям Алаш зиялыларының алдына мусор қылып тастаса, ол акимат апарып тастап жатқан жоқ. Онда бір тұрғындар, сол жердегі кішкене азаматтар жасап жатыр. Сол жағдайға біз қазір реттейміз, қалпына келтіретін боламыз. Егер қажет болатын болса, бірге сол жерге барып, өзіңіздің ұсыныстарыңызды берсеңіз болады, біз сол ұсыныстарды қарастырып көреміз. Үшінші сұрақ, мына Сарыағаш аумағына кіреберістегі парковая зона дедіңіз ғой. Енді бұл жерде біз қазір Шымкент қаласынан тек қана Сарыағаш бағытында емес, Сарыағаш бағыты, мынау Алматы бағыты, Төле би 4 бағыт бойынша қазір біздің басқармамен қала әкім тапсырмасына сәйкес ПСД әзірленуде. Қалаға кіреберіс арқалар. Осы қалаға 4 кіреберіс арқылы біз сол жерде парковая зона жасап, линейный парк жасап, қаланың абаттандыру, кіреберіс бөлімінен бастап абаттандыратын боламыз. Бұл бойынша біздің қазіргі таңда жобалаушы мекеме анықталды. Осы жұмыстарды біз жыл соңына дейін нақты бір эскиздік жобасын әзірлеп сіздерге көрсететін боламыз. Нақты балайын, пока там будет все так же стоять, да? Как есть. Осы қаладан шыққан жер. Былтыр, Шудин мырза, жоқ, былтыр хорошо. Я уточню, как сейчас есть, там и будет стоять, пока не разработают ПСД, правильно? Пока не начнутся работы. Ничего там убирать, ничего не будут, да? Чистить, ничего не будут. Жоқ, ол жерде тазалап аламыз ғой, тазалап жүргіземізді ғой. Өткен аптада сенбілік болды. Хорошо. Сенбілікте ол жерде мекеме бар, тазалады ол жерде. Все, хорошо, рахмет. Келесі сауал. Ол жерде Шудин мырза, ол жерде мынандай мәселе бар. Төлеметов көшесінің бойында, Арғынбеков көшесінің бойында развязка салынатын кезде, сол жердегі қылқан жапырақты ағаш көшеттерін кілт аумағына пересадка жасаған. Ол жерде бірақ ешқандай да бір не сақталмаған. Ағаш қурап кеткен ол жерде. Ол биік ағаштар, ол күтім болу керек, жаңа дәрілену керек. Ол 2021-2022 жылдары
болған. Бірақ қазіргі таңда ағаштарын кесу жұмыстарын біз қазір оның барлық ағаш кесудің өзінің барлығының өзінің нелері бар, процедуралары бар, жүргізетін боламыз. Тағы да сауалдарыңыз бар ма әріптестер? Бақытжан мырза, сауалыңыз бар ма? Бақытжан Көпбаев, ақпараттық портал. Ассалаумағалейкум. Әбілқайыр мырза, мен сұрақтың басын мынадан бастайын деп едім. Бірінші негізі бізден ұсыныс бар еді, сіздердің басқарманың атын істейтін жұмыстарыңызға қарап қоюға бола ма ұсыныс жасап? Өйткені кеше әріптестерім келіп отыр, мұнда Павленко деген, ол кісі де біле бермейді екен, сіздердің жаңағы магистралды лотоктарға жауап беретініңіз. Яғни комфортный орталық демей-ақ, барлық істейтін жұмыстарыңызбен экология, табиғат, көгалдандыру, жаңағы және де басқа сұрақтармен де парк басқармасы деген бұл ұсыныс. Енді сұраққа. Осыдан келіп туып жатқан сұрағым, ол өткенде мынау Жібек жолы және осы жердегі Назарбаев, Темірлан көшелерін су басып қалды. Ол жердегі барлық лотоктарға магистралды сіздер жауап беретін едіңіздер. Неге басып қалды? Неге соны игере алмадыңыздар? Сұрағыңызға рахмет. Енді бірінші сұрағыңыз ұсыныс ретінде жайлы ортаны дамыту басқармасы 2022 жылы Шымкент қаласы қаулысына, әкімнің қаулысына сәйкес өзгертілген. Осы уақытқа дейін Шымкент қаласының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы болып аталған. Бұл ұсынысты біз қазір енгізейік сіздің сұрақ ретінде. Екінші, өткен жолғы жаңбыр уақытысында біз басқарма мамандармен бірге қалада аумағында жүргенбіз. Жаңбыр бірден қатты көлемде келді. Қаланың ішіндегі тұрған L3 лотоктары су сыйымдылығы мүлдем болмай, су сыртқа шығып кетті. Ол бірінші мәселе. Негізгі мәселесіне келетін болсақ, түпкі тамырына келетін болсақ, ирригация салған кезде 2000 жылдарға дейін, жалпы 90 жылдары ирригацияны салғанда өзінің жолы болған, Шымкент каналы болған, Яңгечек каналы болған, осы каналдар арқылы Қошқаратаға түсірілген, Қошқарата арқылы Бадам өзеніне түсірілген, Бадам өзені арқылы қаланың аумағынан шығарылған. Өзіңізге белгілі, мынау Шымкент каналының бойына енді канал келе жатыр, каналды алдынан бөгейді, сол жерден госақты береді, каналдың арнасын бұрып жібереді. Оның уклоны сәйкес келеді ма, келмейді ма, ешкімге қызық болмаған. Соның салдары қазір нәтижесін беріп жатыр. Әр жауын сайын су сыртқа шығып, каналдың баратын түпкі нүктесі жоқ. Каналдың бойымен келе жатсаңыз коммерциялық нысан тұрады, немесе үй салып тастаған, каналдың жалпы санитарный зонасы мүлдем сақталмаған үйлер беріліп кеткеніне байланысты. Біз қазір өткен жауыннан кейін жалпы Шымкент қаласында ирригация саласында бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан жаңағы зейнеткер азаматтар болсын, басқа кісілердің барлығын жинап, осы мәселені көтердік. Осы аптаның жұма күнінде біз осы мәселелердің барлығын зерделеу жұмыстарымен қала әкіміне кіргіземіз. Қанша үй салынып кеткен, қанша коммерциялық нысан салынып кеткен, осы біз бойымен жүріп өтіп, осыны шешу жолдарын нақты көрсететін боламыз. Бірақ енді өзіңіз білесіз, сол кезде жауын мөлшері 15 минуттық жауын болды. Біз өзіміз сыртта жүредік, 15 минутта өзіміз көзбен көрдік барлығын. Алла разы болсын, мен шынымды айтсам осы сұрақты жауап айтады деген жоқпын. Жақсы жауап айттыңыз. Өйткені көптеген тұрғындар бізге сұрақ қояды, сіздің мақтаған әкімдеріңіз еді. Мен сізден өтінішті, осындай жағдай болып жатқанда халық біле бермейді ғой, ирригацияға сіздің жауап беретініңіз. Өзіңіз шығып жауап беріп айтуға бола ма? Кешіріңіздер, бұл біздің кінә болып қалды осындай деп. Әйтпесе жаппай әкімге ғана жаңағы жамандау ғана түсе бермейтін деп. Өздеріңіз ударды алсаңыз, әйтпесе әкім барлығы үшін өз жауап беріп жауап жүр. Ол ұсыныс енді айтайын деп жатқаным. Мен өзім мына жауабыңызға ырза болып отырмын. Өткенде бізге сұрақ қойған кезде бізде осыны айттық. Мен өзім осы гидромелиоративті оқығам Шымкентте, білемін де бұрыннан. Өзіңіз де білесіз, алдыңызда жолдас болғанда да жердің астынан қанша гидрант труба кетіп жатыр. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой. Ол БМК каналға да бұрын микрорайоннан аққан судың бәрі БМК каналға түсетінде. Мынау қазір Байдыбектің астынан жердің астына кіреді, 25 трубамен Бадамнан бірақ шығып ары қарай кетіп қалатын.
яғни қаланың бұрынғы жаңа әдемі айттыңыз. Біздің есеп бойынша егер қалада 15 минутта жауған жаңбыр болсын, барлық су кетіп қалу үшін 4,5 мың жер үйді бұзу керек, 3 базарды бұзу керек, бұрынғы орнына келтіру үшін. Және де одан бөлек қыруар ақша жұмсау керек. Бірақ бұны ертең коммерциялық объектінің өзі 180 объект бар екен біздің есеп бойынша. Солар жаңағы арықтың үстіне салып алған. Мен өзім барып репортаж жасадым. Айтты, мынау арық келіп тұрады, сен қазір үстіне салып алыпсың. Халық су тасыды деп жатыр. Сені бұзайық та десек, ойбай, бизнеске зиян қыласыңдар, қыспақ қаласыңдар дейді. Бұны егер халық қолдаса, осылардың бәрін бұздырып, қаланы турлауға бола ма? Негізінде біз жаңа айттым сөздің басында, қайтадан көріп жатырмыз. Енді ол бюджетке біріншіден өте үлкен нагрузка береді. Каждый нысан, объект ол мемлекеттің мұқтажын алғаннан кейін біздің және сіздің налогтан құйылған бюджеттің ақшасын сатып алынады ғой. Оны түсіндім. Енді біз қазір қарап жатырмыз. Әбеке, менде басқа ұсыныс та, оны өкіметке сатып алмай емес, мысалы солардың нысандарының тұруы біздің өмір сапамыздың төмендетіп, сондай жағдайға әкелгеніне байланысты солардың өзін міндеттеуге де болады ғой. Жер асты мен жаңа отводящий канал сасын, басқасын сасын. Мысалы Атырауда, Оралда солай істеп жатыр ғой. Кәсіпкерлік нысан тұр. Мысалы оның біреуін айтайық. Қаратау ауданының әкімі тікелей мына мешітті кеше кінәлады. Мына жерге аққанына. Неге мешітті салып атқан кезде Сейітжанов соны жердің астымен өтетін жер есептемеді. Бұл жер, мен бала кезімізде өскенбіз ғой, бұл жер ешқашан үй салынбаған. Бұрын жаңа БМК каналдан астынан аққан судың бәрі анау детский пойыздың жолына дейін жетіп, жерге сіңіп кететін. Қазір қалада көптеген объекттер салып, қала өскендіктен, бетон болғандықтан, үлкен болғандықтан бүкіл су жиналып, бір жақпан ағып жатыр. Бұрын мысалы осында да бұдан да үлкен жауынды жұтып қоятын жердің өзі ақ. Қазір ондай мүмкіндік. Бірақ біз бірнеше ұсыныс жасап жатырмыз. Ондай болса, Жапониядағыдай неге әрбір 5 этажды үйлер өзінің шатырынан аққан таза жаңбырдың суы ғой, 100 метрлік дренаж жасап, жердің астына жібермеске. Сонда көшеге де шықпас еді. Ұсыныстар өте көп экология бойынша. Нақты сұраққа көшсеңіз Бақытжан мырза. Жарайды, енді нақты сұраққа. Яғни мына Сейітжановты мәжбүрлеуге бола ма мынаның астынан суды алып өтетін дренаж жасатуға? Болмайды. Жарайды, мен кейін өте берейін. Келесіге. Ендігі сұрағым, соңғы сұрағым. Соңғы сұрақ болсын, регламент бар бізде. Сұрақ жоқ деген мен соңын айда күткенім сол еді. Әбілқайыр сағынып қалды өзі, көп сұрақ. Регламентті ұмытпаңыз Бақытжан мырза. Әбеке, сіз жаңа айттыңыз, 15 минутта жауды деп. Осы негізгі сұрақ еді, осыны өзіңіз айтқаныңыз. Сізге сонда Қазгидромет 15 минутта осынша жауын түседі деп ақпар берген жоқ па? Ақпарат берді. Біз Қазгидрометпен, Қазселезащитамен төтенше жағдайлар департаментімен тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Енді су бірден келіп, былай айтқанда қарапайым сөзбен шелектеп қойған кезде өзіміздің кішкене ирригациямызға сыймай қалды су. Баратын көз болмай қалды жаңағыдай айтқанда. Содан судың жаңа жолдың бетіне шығып кетіп отыр. Осыдан анықтаушы. Бұл сұраққа жауап беріңіз деп ойлаймын. Мен сұрақ қоймаймын. Анықтаушы. Егер ақпарат берген болса, онда ДЧС неге ескертпеді? Көліктермен шықпаңыздар, көшеге шықпаңыздар, қазір 15 минутта осындай жаңбыр болады деп. Мен қаншалықты білетінім, мынау 112 арқылы сообщение келіп отты. Нөсер жауын болады деп қайта смс-тер келіп отты. Көп адам мән бермей жүр, біз осы салада жүргеннен кейін каждый осындай біз 112-ден келетін, 14-14-ден келетін сообщенияларға біз назар аударып отырмыз. Бірақ сол күндері қайта желдің уытқуы, нөсер жауын, күңгірт деп қайта тастап отты. Өйткені біз Түркістан облысымен тығыз қазір байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Төле би ауданының таулы аумақтарынан жаңбыр жауса, бізге келеді. Біз төменде тұрмыз. Келіп отты, біз енді жалпылама шығып, басшысы болмаса басқа уәкілетті адамды айтпаған шығар, бірақ рахмет Әбеке. Қалған сұрақты қазір брифинг біткесін сұрақ қойсақ болады ғой. Осымен бүгінгі баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Әбілқайыр Бақтықалиұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келгеніңізге, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.